Менің есімім Фариза. Вот 206. Біз бүгін Maple-да ең алғашқы программаны жасамыз, яғни біз жай ғана Maple-да графты саламыз. Мінекей Maple 18 деген осы. Біз бұны интернеттен жазып алуыңызға болады. 7-ші Matcat деген басқапқы версиялар бар. Мінекей Maple. Жалпы графтар теориясы дегенде, графтар жалпы қазіргі заманғы математиканың бір түрі болып табылады. Қолданбалы математикада өте орны зор, жол кептелістерінде, жаңағы алгоритмдарда, электр сейттерінде бұның пайдасы өте көп болып табылады. Қазіргі таңда өте актуалды нәрселерді шешетін нәрсе осы программа, жалпы графтар. Мінекей. Біз бүгін Кирсановта бірінші суреттегі мінекей 9-шы бетте көріп отырсыздар. Осыны біз жалпы графты саламыз. Граф дегеніміз не? Жалпы граф дегеніміз өзінің белгілі төбесі бар, қабырғасы бар. Бағытталған графтар болады, бағытталмаған графтар болады. Мінекей біз осыны Maple-да қазір саламыз. Мінекей, Maple деген осы, мынау Maple-дің тақтасы десек болады. Жалпы бұл ағылшын тілінде. Мына жерге search for help-ке біз мысалы, егер сіз программаны бірінші жазып отырсаңыз, мінекей библиотекасында сұрақ белгісін қойып, граф деп жазып, сіз мысалы граф теория вот так мұндай үлкен библиотека бар ішінде ағылшынша. И мысалға біз бүгін графты суретін саламыз ғой. Мінекей сурет салыну түрі көріп отқаныңыздай. Қалай жазу керек? Бұнда барлығы жазылған. Мінекей матрица ары қарай түсе береді. Мінекей біз осыны бүгін сіздермен жасаймыз. File, new, мына жерде worksheet mode деген таңдаймыз. Мінекей мынау бізде таза парақ сияқты болып табылады. Осыған біз қазір графтың суретін салатын программаны жазамыз. Ең бірінші біз жалпы стандартный нәрселер болады ғой. Паскальда болсын, C-Sharp'та болсын, басында тұратын system, object, system деген сияқты сондай нәрсе жазамыз. Бұнда Maple-да да сондай нәрсе бар. With graph theory, мінекей екінші with, яғни біз осыларды қолданамыз деген сөз. Special graphs, мінекей, и with random graphs болады. Мінекей осылай. Енді біз мынаны саламыз ғой, қараңыздар. Бұл жерде ескеретін жайт, біз төбелерін саламыз, яғни мінекей қараңыз, төбелерінен бастап мінекей мына нүктені аламыз, яғни ең кіші нүктесін таңдап аламыз, және де ол мысалы бос болу керек. Мысалы қараңыз, 1,5, мінекей бірінші бізде 1,5 кетеді нүктесі, екінші 2,3, 2,7 көріп отырсыздар. 3,2 кетеді, 3,5, 3,7, яғни бәрі рет-ретмен по порядку. Одан кейінгі 4,6, 5,1, 5,6 вершиналар, яғни төбелері кетеді. Осы төбелерді біз қою арқылы біз графтарды саламыз. Яғни бұл жерде мысалы кейін 7,6, 6,4 деп салудың қажеті жоқ. Мінекей қазір біз мұнда саламыз. Яғни біз мысалы G графын жазсақ, G осы нүкте тен осындай операндалар. Мінекей граф дұрыс жаздым ба? Граф и вот жақшаны асамыз. Indirected, ой, капсулға скепті, indirected
undirected. Так, мындай фигуралық жақшаны ашамыз. Енді қараңыз, фигуралық жақшаны аштық. Енді вот мында жазамыз. Бірінші бізде 1-де қандай болды? 1-де 5 болды. Так, отыр. Екінші 2-де 3. Так, 2-де 3. Опа. Отыр. Қазмете жазып шығайын. 2-де 3. 2-де 3. 2-де 7. 3-те 2. 3-те 2. 3-те 5. 3-те 7. 3-те 2, 3-те 5, 3-те 7. Яғни көріп отырғандарыңызда бәрі рет-ретмен болу керек. 4-те 6. Және де 5-те 6. 4, 5-те 7. Мінеки біз жазып болдық өзіміздің вершиналарымызды. Мінеки. Мына қараңыздар. Ой. Қайта кетіп қалды. Мында. Мына. Кішкене үлкейтейік. Мына. Көріп отырсыздар ғой, иә? Мына жақ. Мінеки көрдіңіз ғой. 1-де 5, 2-де 3, 2-де 7, 3-те 2, рет-ретмен 3-те 5, 3-те 7, 4-те 6, 5-те 6 және 5-те 7. Мінеки жазып болдық. Енді мінеки мына жерде шықты, қараңыздар. Граф. 7 жаңағы несі бар, төбесі бар. Міне бізде. Ой, ол емес. Мінеки 7 төбесі бар. 7 төбесі бар және 8 қабырғасы бар. Сәйкесінше бір не көп болады, иә? Енді мына жерде мынандай операнд жазамыз. Draw. Граф. Так. G. Вот, мінеки. Draw граф G деп жазамыз, яғни G несімізге шығарып береді. Несін графын мінеки. Тура жаңағы Кирсановтікіндей біз нені графта салдық. Бүгін жалпы бұны файл save as деп сақтаймыз. Save или save as. При рабочий стол. Мысалы граф. Save. Вот сақтаймыз. Және де мінеки мында сақталынды ма? Мінеки сақталынып тұр. Яғни біз бүгінгі сабақта графтарды жалпы салып үйрендік. Жалпы жаңағы көрдік, что вершиналар арқылы салатынымызды қорытындылай келе, және де мінеки 8 қабырғасы бар. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Және де 7 төбелері бар, вершиналар бар. Яғни бұл бізде граф болып табылады.
Мінекей бүгінгі сабағымыз тамамдалды. Екінші сабақта біз